көктемнің жайма шуақ кешінде әдем бір дастархан басына кездестік. Өздеріңіз көргенімізге қуаныштымыз. Арынбала Кенжебала қызы, Бижамал апай, мерекелеріңіз құтты болсын. 8 наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Тамаша, күн жарқырап тұр мінекей. Ашық аспан, көктем келіп жатыр. Ал тегіл бұлақ ағып жатыр. Солай ма? Қалықты қыздың бір жымиып қарағанындай өзі. Көктем осылай сіздердің ең керемет мерекелеріңізбен басталып жатыр. Мынау Раян деген дәмхананың өзінің ерекшеліктері бар екен, апай. Бұл кісілер анау шетелдің тортын немесе десерттерін қолдана қоймайды екен. Бұл кісілер осындай өздері жасаған қазақы бір дастархан басында кездескенімізге қуаныштымыз. Көңіл күйлеріңіз жақсы болса, әңгімемізді жалғастырайық. 8 наурыз дегеннен жалпы осы халықаралық аналар мейрамы, әйел арулар мейрамы дейміз. Дегенмен бұның осының негізі түп тамыры, мәні, мағынасы осы жайлы айта отырсаңыздар. Жас күнімізден, бала кезімізден есімізде, ал енді тойлау деген енді ол мен мысалы өзім Қарқаралыда тұрғанмын, орыс мектебінде оқып, сол жақта енді көптеген мерекелерге қатынасып сөйтіп жүретініміз, оның ішінде әрине осы халықаралық әйелдер күні. Менің бір есімде қалғаны, негізінде жаңа Қарқаралыны айтып отырмын ғой. Дәл сол жыл неге екенін білмеймін, есімде қалыпты. Біз сол 9-шы класста солай оқитынымызда. Содан кейін бір осы мерекеде керемет күн жылы болып, дала көктеп кәдімгідей. Содан кейін бізде бір 3-4 шақырым жерде Турбада деген болатынды. Орманның ішінде. Соған класспен бәріміз, біріміз велосипед, біріміз жаяу сол жаққа бір барып, сол ойнап, күліп, сол әнімізді айтып, қалжыңымыз бар, сөйткен бір жағдай есімде қалыпты. Соқтан енді бұл халықаралық дейміз ғой, бірақ дегенмен әр ұлттың өзінің бір ерекшелігі бар. Кім қалай өткізеді, қандай дәстүрмен. Біздің ең бірінші дәстүріміз, мынау үлкендерді сыйлау, аналарды сыйлау, алғыс айту. Міне сол наурыз қазір бізде сол алғыс күннен басталады. Одан кейін енді әйелдер күніне жалғасып жатыр ғой, халықаралық деңгейде өтетін. Біз енді қалай аналарға рахмет айтпаймыз, қалай алғыс айтпаймыз, қалай мысалы осы жарқыраған күнге алғыс айтпаймыз, Қазақстанымызға қалай алғыс айтпаймыз, әрине алғыс айтамыз. Бүгін мысалы алғыстың бірінші наурызда басталған алғыс қазір жалғасып жатыр. Сол сияқты мінекей әйелдер күніне неге сіздер гүл тапсырасыздар? Қыздарға, қастарыңыздағы жұбайларыңызға, онда да соларға деген сезім, жұбайларыңызға деген махаббат, балаларыңызға деген, қыз балаларыңызға деген бір ерекше әкелік, аталық бір ерекше сезім, жүректі тебірентетін, онда да гүл шоқтарыңызды тапсырып, мінекей біздің қыздарымыз қандай, қазақтың қыздары қандай деген оймен сіздер сол алғыстарыңызды жеткізесіздер, қуаныштарыңызды білдіресіздер. Сондықтан бұл бір қуаныш мерекесі деп есептеймін. Жақсылық мерекесі, бір-бірімізге деген бір жақсы ниетімізді жеткізетіндей, тілегімізді жеткізетіндей мереке. Мұндай мерекелер керек бола берсін, жалғасы мол болсын, бірақ мерекелердің барлығы бейбіт заманда ғана болсын. Солай деп ойлаймын. Енді мынау уақыт жоқ заманда уақыт тауып, бүгінгі бағдарламамызға келгенге арнайы сіздерге де бір мың алғыс айтып қояйын. Алғыс айту күнінен басталды. Арынбала Кенжебала қызы Қарағанды облысы талай өнерпаздардың барлығының анасысыз. Барлығы сіздің атыңыз атар кезде осы апай деп қана өтіп кетіп жатады. Өйткені барлығы біледі өзіңізді, беделіңізді. Сондықтан өнер адамдарсыздар ғой. Сіз де сахнаның адамысыз. Соның ішінде өнерпазсыз, гастрольдерде көп жүресіз. Ең бір естеріңізде ерекше қалған бір 8 наурыздарыңыз бар ма? Шетелге шығып жүргенде мүмкін, не болмаса бір ауылдарға гастрольге барған кездеріңіз. Бижамал апай өзіңіз айта тұрсаңыз. Енді 8 март бұл жалпы бүкіл әлемнің керемет мерекесі. Ер адамдардың өздерінің ғашық болып жүрген аналарына, әжелеріне, қарындастарына, жұбайларына, баршасына керемет
жаңағындай құттықтау жасайтын кездері ғой 8 наурыз дегеніңіз. Енді осындай 8 наурыз кезінде біздерде театрда өмір бойы гастрольге көп шыға қоймаймыз 8 март кезінде. Апай өзі де білетін, мысалы 8 марттың кезінде сахнада әйелдерге арнап концерттер беретінбіз. Театрдың актерлары, театрдағы актрисалар, үлкен актрисалар, жас актерлар бәрі қосылып сахнада ән айтып, кәдімгідей әйел адамға арналған спектакльді қойып, сонымен бірге бірде соның алдында, спектакльдің алдында, бірде спектакльден кейін жаңағыдай концертті беретінбіз әйел адамдарға, бірыңғай әйел адамдарды шақырып алып. Өйткені бұл өзіміздің жаңа енді мысалы апамыз айтып отыр ғой, 8 наурыздың қандай мереке екен. Сонда мысалы апайдан біраз кіші біздің өзіміз Совет үкіметінің кезінде есіңізде шығар апай. Апайлар жақсы біледі ғой, бізден үлкен адамдар бұл кісілер. Сол кездің өзінде 8 март кезінде бүкіл туған туысқандарымызды, аналарымызды, шешелерімізді, әжелерімізді, туған туысқандарымызды бір-бірімізді құттықтап, өмір бойы 8 мартты керемет алақанымызға ұстап жүрген мереке сияқты болатын. Енді осы наурыздың кезінде наурыз мерекесі өте керемет мерекелі ай. 27 наурыз күні тағы да өзіміздің мерекеміз. Театр күні, онда да сол баяғы заманнан бері келе жатқан біздің керемет мерекеміз. Сондықтан осы наурыз айында мереке өте көп. Наурыз айын бәріміз де жақсы көреміз. Бірақ дегенмен мынау негізінде әйелдерді, қыз балаларды құттықтау, немесе ерекше сезім білдіру, құрметтеу тек қана осы бүгінгі осы келе жатқан наурыз, 8 наурыз мерекесімен шектелмеу керек қой. Жалпы осы әйелге деген мына құрмет, адалдық, осы ерекше мынау мадақтау, құрметтеу ол тек қана бұл бір мерекемен емес, жалпы осы өмір бойы солай болу керек қой. Неге біз мысалы аналарды сыйламаймыз? Неге ол кісілерді тіпті күндері рахмет айтсақ та ол артық болмайды. Әжелерді, немерелер неге құрметтемейді? Әрине құрметтейді. Әже дегеннің өзі бір ауыз сөздің өзі ол кәдімгідей адамды елжіретіп жібереді ғой шынында да. Сол сияқты, сондықтан мен ойымша енді әрине қазір мереке болғаннан кейін акцент соған жасап отырмыз ғой. Бірақ дегенмен жалпы осы күнделікті кәдімгідей әйел адамдарды, қыздарды, сәби қыздарымызды да, бүлдіршін қыздарымызды осы аялап күнде сол рахмет айтуымыз керек, сол риза болуымыз керек деп есептеймін мен. Қазақ халқында осы әйел затын бір саты ер адамнан төмен қойып жеді. Бұл гендерлік саясатқа өздеріңіздің көзқарастарыңыз қалай? Дұрыс па, әлде сол бір саты төмен болғаны, әлде тең болу керек деген сияқты мағынада ма? Негізінде қазақ халқы әйелдерді әрқашан сонау заманнан ерекше сыйлаған. Қызын қалай еркелетіп өсірген. Шашын бұрымдап өріп, алтын алқасы бар шашын, бұрымына жаңағыдай күміс тиындарды өрнектеп өріп сөйтуші ғой, басына тақия үкісімен. Әжелеріміз кимешектерін киіп, аналар орамалдарын бастарына тағып. Негізі қазақ халқы әрқашанда әйелдерді құрметтеген. Төмен ұстады деп мен мысалы айта алмаймын. Әрине, әйелдің өзі негізінде өзін сол жұбайынан, атасынан, сол кішкене бір саты төмен отыруға тырысады. Ол сый, ол құрмет адамға, отағасына деген, үлкен атасына деген ол құрмет. Ал біздің қазақ халқы негізінде ұрандатып қарқабат ана деп, домалақ ана деп, бір елдің анасы болған. Оларға кәдір ескеріш, домалақ анаға, бізде осы өткен жылы, мысалы, қарқабат анаға Қарқаралыда ескеріш қойылды. Әйелдің
орнын құрметтеген. Сол емес пе, иә? Томирис дейміз мысалы. Иә? Сондықтан менің ойымша біздің халық әйелді сыйлап өткен. Абайды тәрбиелеген кім? Зере әжесімен өзінің анасы мысалы. Қалай еркелетті, қалай мынаны осындай деңгейге жетіп келді мысалы. Әлгі абай оқудан келіп, ең бірінші әжесіне жүгіріп бара жатқан кезде айтатыны бар еді ғой, барып әкең амандас бірінші деп. Иә. Вот осыдан бастап тәрбиені біле беруге болады. Дұрыс айтасыздар. Қазіргі кезде кішкене кейбір жағдайда байқаймын, бір тенденция бар. Кішкене төмендетіп. Осы жайлы сұрағым келген, және де жаңа өздеріңіз айтып қалғандай, өздеріңіз кезінде Совет заманының тәрбиесін алған, оның алдында енді ата-бабамыздың тәрбиесінен салтынан аттаған адамдар емессіздер ғой. Дегенмен қазіргі қыз балалардың осы тәрбиесіне қалай қарайсыздар? Қазір заман басқа, заң басқа дейміз, дегенмен енді ұлттық құндылығымызды жоғалтып алмаймыз ба? Әрине алаңдататын жағдай аз емес. Оны шын айтуымыз керек. Қазір мен бүкіл жастар біздің әлгі дәстүрімізді, сона дәулен келе жатқан дінімізді, тілімізді анық біледі деп айта алмаймын. Бар, көп жастарымыз бар әрине. Осы кәдімгідей қоғамда белсенді жүрген, дұрыс жүрген, тілді осы меңгеріп жүрген, басқаларға да соны осылай болу керек деп айтып жүрген өте көп. Бірақ арасында дегенмен сол кішкене біздің дәстүрден ауып кеткен. Мына өзін-өзі қоғамда дұрыс ұстамайтындар, кішкене дұрыс сөйлей білмейтіндер. Және де ойын еркін жеткізе алмайтын, тек қана ойын емес, тек қана ол қана болса бір жөн ғой. Бірақ та жүріс-тұрысы, мәдениеті, тәртібі алаңдататын жағдайлар бар. Оны шын айтуымыз керек қазір. Солай емес пе, иә? Кейбір қыздарға қарап отырсаң, ұялмай, үлкен демейді, кіші демейді, ана жерде отырып алып, жігіттердің қасында жүріп, аналардың талайын көрдім сондайлар. Бір топ келе жатады, қыздар мен жігіттер. Жаман сөздер ауыздарынан қалай болса олай шығып жатады. Қыздар қарқылдап оған күледі. Тіпті өздерінің аузынан да сондай сөздер шығып кетеді. Әгерде соны оларға айтатын, бір-екі жағдай болды, мысалы, мен бұларын қалай түге болмайды ғой дегенде, менің өзіммен, мен ұрып кететіндей жағдайға дейін барады. Құдай сақтасын содан. Мені қазір тәрбиеге ерекше көңіл бөлуіміз керек. Елімізге, жерімізге, Қазақстанымызға деген патриоттық сезім тәрбиелеу керек. Соны жоқ болса біреуде сол сезімді оятуымыз керек. Онсыз болмайды. Құр айқайдан ештеме шықпайды. Не болса, біздің қоғам жаман, біздің Қазақстанда анау жаман, мынау жаман деп айта бергеннен біз ол өзгеріп кете алмаймыз. Оған бәріміз бір адамдай жұмылып, осы қиындықты жеңетіндей жағдайға баруымыз керек. Алла енді әсіресе мен қазір айтар едім, тәрбиеге деген көңіл ерекше болу керек. Мектептерде, балабақшаға дейін. Сол қызға 40 үйден тыйым деп жатып еді баяғы. Соларымыз азайған шығар мүмкін. Бізден де бар шығар, енді қоғам дейміз. Бізден де бар, өзімізден де бар. Жаңа қазақ мектебінде оқып жүрген балалар ойнаған кезде сабақта қазақша сөйлейді, ал бір-бірімен ойнаған кезде орысша сөйлейді ғой. Ал енді жақсы бір әдемі мерекелік бағдарлама басында, дастархан басында отыр екенсіздер. Сіздерге өздеріміздің арнайы дайындаған бір шоқ гүліміз бар еді. Ой, рахмет. Мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Арнайы әдемі гүлден мерекелеріңіз құтты болсын. Ал енді арнайы келген екенсіздер. Әдемі бір дастархан басында отыр екенбіз. Арқа-жарқа әңгіме болып жатыр екен. Өздеріңізге арнап, осы барша аналар қауымына арнап жақсы бір әнін салып берсем. Тамаша. Қыздарға әсемдік жарасады, ай көркі биіктетер аласаны. Болмаса сұлу қыз ару әйел, табыны бір кімдермен таласаны.
жасады. Өрін тал көркем солу мүсін, көргенде қайранғап күйі үшін. Мың ақын жырласа тіл жетпейтін, бұл қыздар жаралған тек, бұл қыздар жаралған тек, сүйу үшін. Қан алмас құмарын қарасаңда, солуға ынтық сұңға қаласаңда. Жердегі аруға жетер емес, аспанның мың жұлдызын баласаңда. Жүздірер жүректі нұрлы үмітте, басына қоятын мұңды үпте. Арман мен қиялдан жаратылған, қызару қалар мәңгі, қызару қалар мәңгі, сол биікте. Қызару қалар мәңгі, қызару қалар мәңгі, сол биікте. Шалқытып шаңырағын тамашаның, бақытын отбасының жарашады. Тірліктің түп мәні ұрпақ деген, аруға ана болу жарасады. Көктегі ай күндей дара туған, қыз десе дүние дала тұнған. Қазақтың намысы ару қыздар, мәңгі өлмес арман жырдан, мәңгі өлмес арман жырдан жаратылған. Мәңгі өлмес арман жырдан, мәңгі өлмес арман жырдан жаратылған. Ой, бәрекелді. Бізге мынау мерекенің алдында тамаша сыйладың. Сыйлай алсам, Тамаша разы болар едім. тамаша ән, әдемі дауыс, сондай лирикалық керемет әдемі. Кездейсоқ келген адамдар болады өнерге. Қазір мынау жастардың көбісі. Бар, иә. КВН болсын, басқа болсын, әйтеуір жеңіл жолдармен шығып жатады. Дегенменен өнердің аты өнер ғой. Қанша жерде мықты вайнер болсаң да, қанша жерде мықты әнші болсаң да, дегенмен 4 жылдық, 5 жылдық білім алмай, профессиональный өнерпаз деп айтуға тағы келмейді. Рас қой. Әрине. Бижамал апай, оның ішінде өзіңіз білесіз, дегенмен өнерпазсыз. Аяқ астынан актер болып кетіп жататындар бар ғой, соларға көзқарасыңызды айтыңызшы. Енді көзқарасым қалай? Мысалы, мен өз басым 45 жыл театрда қызмет жасаймын, актриса болып. Енді соның 21 жылын Тәттімбетте сабақ бердім. Сонда жаңағы сабақ беріп жүргеннен кейін дәстүрлі әнді бітірген біраз әншілер актерлыққа кетіп қалды. Онан эстрадада оқып, эстраданы бітірген адам бір-екі-үшеуі, олар да актер болып кетті. Сондықтан актер болған деген ол өте жақсы дүние, және жалғыз актерлық емес, исі өнер адамында, өнер қызметінде жасаған адамдар деген өте ерекше адамдар ғой. Бүгін біз мысалы өзімізде мына кинотеатрда мынау гуманитарлық колледжбен бірігіп, Есжан Әміровпен бірге, соғыс ұжымымен бірге үлкен бір шара өткіздік. Ол енді біздің 4 тұлғамыз. Біздің қазақтың өнерін әлемге таныта білген. Қаншама шәкірттер тәрбиелеген. Үлкен мінекей, оның ішінде жаңа айтқан Шолпан Жандарбекова апамды 100-ге толып отыр. Роза Бағланова 100-ге. Күләш Байсетова 110, Шара Жиенқұлова 110. Міне сол 4-еуін біріктіріп, бүгін біз сол үлкен бір шара өткіздік. Ол кісілердің әлгі фильмдегі, мысалы, актрисалардың фильмдегі рөлі, сахнадағы шырқаған әндері, Шара Жиенқұлованың әлгі ең бірінші негізінде бидің негізін қалаған сол кісі ғой.
Иә, қазір мысалы неге бізде хореография қазір Қазақстанда көп жақсы дамыған? Міне соғыстың бастап кеткен жолы бар. Мына біздің қазақ биін қазір басқа шетел көрген кезде біздің қыздардың қимылы, қол қимылы, дене қимылы, киген киімдер керемет таңғалады. Оны кім бастап кетті мысалы? Шара Жиенқұлова. Роза Бағланова эстраданың мынау керемет үлкен биік деңгейдегі әншісі. Соғыс кезінде барып, анау фронтқа барып, мынау жарылып жатқан жарысқа қарамай, атылып жатқан оққа қарамай, ол кісі қаншама жауынгерлердің алдында ән шырқап, олардың рухын көтерген адам. Иә. Күләш Байсетова нағыз біздің мынау өнерді, опера өнерін, керемет қазақтың дауысы қандай деген кезде біздің мысалы Күләш Байсетованы айтуға болады дағы, ол кісі біздің қазақ өнерін, қазақтың әдемі дауысын бүкіл әлемге жеткізді десек артық емес. Осы фестивальға барып Москваға сонда керемет мықтылар ғой жақта, таңғалдырған. Ал енді Шолпан Жандарбекова актриса ретінде енді ол кісі депутат болды, ол кісі айтар сөзі болды, тәрбиелеген шәкірттері бар. Ал енді біздің қазір ондай образдар көп. 8 наурыз әйелдер күнімен құттықтаймын. Сонымен қатар әрине біз енді наурыз айында отырғаннан кейін мен енді бәріміз үшін бұл ерекше жаңа жылдың басы, ол әрине бізде наурыз. Осы келе жатқан наурыз мерекесімен шын осы ерекше сезіммен мен құттықтағым келеді бүкіл біздің қарағандықтарды, біздің Қарағандының халқын. Біз енді қазір бір кішкене қиын кезеңнен өтіп отырмыз қазір. Бірақ мен білем, сенемін, біз ол қиын заманнан былай бәріміз бірге болғанда, бірлікте болғанда, біз оның барлығын жеңеміз. Қазіргі алдымызға қойып отырған мақсат, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының өзінің қазақ халқының алдында қойған мақсаты жаңа Қазақстанды біз бірге болып соған жетуіміз керек. Қазақстанды гүлдендіруіміз керек. Мынау қиындық көріп жүрген қарапайым халықтың жағдайын жөндеуіміз керек деп жатыр ғой. Мінекей сол бүкіл Қазақстан халқы бірігіп, сол жақсылыққа жетуге жазсын. Келе жатқан наурызымыз сол жақсылықта келетін мереке болсын, жақсы өзгерістер болсын. Мынау қазіргі індеттен аман-есен құтылып, соған келе жатқан сияқтымыз қазір енді. Соған сенейік, Қазақстанның болашағы ол ерекше болады, біздің ел бақытты болады, біздің Қазақстанымыз өседі, өркендейді. Осы ниетімізді Алла тағала қолдасын. Мереке құтты болсын бәрімізге де. Айтқаныңыз келсін. Айдан аман, жылдан есен, жыл сайын өздеріңізбен жүздесіп тұруға жазсын. Рахмет. Көктемнің бағана айтқандай құлпырып шыққан кезінде әйел аналармен өздеріңізбен кездескеніме қуаныштымын. Тілегіңіз қабыл болсын. Ал Венера апай, міне мынау шоқ гүлдер өзіңізге арналады. Мерекеңіз құтты болсын тағы да. Рахмет, жайғасыңыз. Ештен кеш жақсы деп қалайсыздар? Ат көліктеріңіз аман ба? Мерекеңіз құтты болсын. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Нұрасем сән үйінің жетекшісі, директор өзіңізсіз. Тағы да Юго-Востокта бір Нұрасем бар ғой? Ол да сіздердікі ма? Иә, ол филиал біздің. Сіздердің филиалдарыңыз. Осы жақында осы әлеуметтік желілердің бетінен көрдім, сіздердің тіккен шапандарыңыз анау шетелде Ердоған мырзаның өзінің иығында жабылып жатыр, иә? Ол деген бәрекелді, үлкен жетістік. Мұнда бір алғыс сіздерге үлкен рахмет айтамыз. Бүгін мынау Раян дәмханасын айтып отырсақ, бұдан жақсы бір қазақы дәм ішетін болсаңыздар, нағыз қазақы сән үлгідегі керемет киімдер кием десеңіздер, осы Венера апайыма хабарлассаңыздар болады. Нұрасем сауда үйі әрқашанда әдемі, стильді, қазақы, оның ішінде ең басты. Иә, біздің енді Нұрасем сән үйі осы 30 жыл болса, біздің мемлекетімізге, Қазақстанымыздың құрылғанына дербес мемлекет болып, одан кейін тәуелсіз мемлекет болып 30 жыл болса, біздің Нұрасемге де сол. Ендік 23 жылы 30 жыл болады екен. Енді біз 10 жылдық, 15-20 жылдықтарды жасадық, енді
әрине 30 жылдықта да үлкен тұрғыда өткізгіміз келеді. Сол енді 30 жылдың ішінде өзі әжептәуір жұмыс жасаппыз енді айтып отырсақ. Мынау біздің Қарағандыдағы, облысындағы аудандарының бәріне енді киім тіктік қой. Соның ішіндегі ең бірінші бастаған Қарқаралы ауданы. Содан кейін мынау Бұқар Жырау ауданы, Шет ауданы, енді барлық, енді Нұра ауданы бәрін айта беруге болады. Енді соған үлес қосқаныма мен өзім енді қуаныштым деп ойлаймын. Оның ішіндегі біздің ең бір үлкен енді жетістігіміз мына біздің осы Қарағандыдағы Қали Байжанов атындағы филармонияға соған енді бүкіл оркестрдің киімдерін, Арқасазының киімдері, содан кейін мынау Аққу ансамбльдің киімдері, сол осы біздің жалпы осы Қарағандыда шыққан өнерпаздардың көбісінің киімі осы айтыскері болсын, ақыны болсын, айтыскері болсын. Тәуба, рахмет, сіздердің барларыңызға рахмет. Сіздер жоқ болсаңыздар Қытайдың көк шапанын киіп кетеміз ба, Құдай біледі енді. Дегенмен сапалы өте жоғары деңгейде кәдімгідей керемет тігетіндеріңізді білеміз енді. Дегенмен сұраныстың аса бір көп артатын осы наурыз айы шығар иә сіздерге. Наурыз айы, енді осы 2 жыл пандемия болды дағы наурыз болмай қалды ғой. Енді елдің бәріне де бір қиыншылық, бір кез болған сияқты. Қазір енді тәуба осы наурыз аталып өтетін сияқты. Сондықтан да оған қуанып отырмыз сөзім. Мынау 2004 жыл бір керемет жыл болды ғой. Иә. Сол енді 2004 жылда біз керемет енді көп бір костюм тіккен кезіміз болды. 2000-ға жуық. 2000-ға жуық, соның ішінде гүлдер деген костюм болды. Сонан кейін анау 300-600 костюм ол анау стадионға тігілетін болды. Соның ең бірінші костюмдері осы 8 мартқа қарай шығып, ол әртүрлі былай гүл болып шығады ғой, гүл болып шығады, аты жазылып шығады, сонда бір шыққан кезі болды. Сол 2004 жыл менің өте бір есімде қалған жыл болды. Ол кейін бүкіл аудандарға, әр ауданның мәдениет үйіне 20-30-дан таратылып берді. Енді ол бәрі де біздегі облыстық мәдениет үйінің еңбегі деп есептеймін. Одан кейін менің тағы бір есімде қалғаны 95 жылы. Енді оны айта беруге болады. Наурыз айында, наурыз мерекесі болған кезде осы неге біздің паркке бір кигіз үй тіктік. Барып кигіз енді онда енді қуанып жүрміз ғой. Ол біз егемендік алдық. Мынау қазақ еліміз жаңа егемендік алып, көрсетейік деп 8 март бір керемет бір не болды. Сондай жылы болды. Содан кейін әлгі кигіз үй тіккенде сонда біз ғана жалғыз кигіз үй тігіппіз. Содан кейін ол кигіз үй тіккеннен кейін үлкен қазанға енді онда не ғой 22 наурыз көже болды. Одан кейін үлкен қазанға бауырсақ пісірдік. Май құйдық дағы әлгі бауырсақты сол жылда егемен бауырсақты тараттық. Бауырсақтан үлкен тай қазанға, соның газеттердің бәріне шықты. Соң кейін енді былай қарасақ, сонда өзіміздің арасында да мынау қуанғаннан жан айғаймыз екен. Соны қуанып, осы біз қазақтардың кім екенін көрсетейік деген бе, сонда сол бір керемет есте қалды. Оны 8 мартта болды, ол 22 наурызда соның бәрін қайталадық. Сонда анау кигіз үй, мынау біздің паркте сол 8 марттан 22 мартқа дейін тұрды. Оны күнде барып неттік, анау қадағалап күнде барып қонып. Сонда енді ол да енді жастық кез ғой, енді біз бұл 30 жыл бұрын. 30 жыл бұрын, 93 жыл, енді 27-28 жыл бұрын. Онда жаспыз, сондағы енді біздің көңіліміз осы қазақ деп патриоттық сезіміміз, ол енді патриоттық сезіміміз анамызбен, әкемізбен келген дүние ғой, өйткені қазақ мектебін бітірдік. Ол кезде бәрі орыс мектебінде, енді басқа мектептерде оқитын, сол одан кейін осы керемет енді бір үлкен сондай әсерлі қуаныш болды. Сол бір есімде қалған енді сол. Одан кейінгіні айта беруге болады. Әрине. Айта беруге болады. Біздің анау Болгарияға барғанымызда әдемі бір әсерлі болды. Ең бірінші анау Қарқаралының
ансамбліне, салтанат ансамбліне костюм тігіп, ол кезде енді қиын кезең ғой. Онда бартерде ақша деген жоқ онда. Айырбас. Бартер. Содан кейін оны әйтеуір қуанғанымыздан бәрін тігіп, енді кейін аламыз ғой деп. Онда Нұракишев деген бізде не болды? Әкім болды, кереметтенді. Ол да нағыз өзі қазақ несінің патриоты ғой. Соны тіккізіп, соны Болгарияға барып келген бір уақыт болды. Енді ол жеке әңгіме. Сол жылдар бір қиын жылдар ғой, енді қиын жылдар ауылдан келеді, қызбен жігіт ана үйленеміз дейді, олар енді ақшала, енді ол кезде сондай не болды ғой, сонан кейін біз енді жалға беретін болдық. Костюмдерді енді бір күн киеді ғой, сонда сәукелесі бар, камзолы бар, бешпенті бар деген сияқты. Соның өзі, сол киіп, кейін балаларының атын Нұрәсем деп қойған. Головкинге тікпедіңіздер ма шапан? Жоқ, тіккен жоқпыз, бірақ та сол тіккен шапанды бізге келіп, соны қайталаңызшы дегендер болды. Соны қайталап тігіп бердік, бір американец бір келді, сол. Керей ханның рөлін сомдап, үлкен қазаққа керемет рөл алып келген, үлкен актер ағамыз, әртіс ағамыз, ағатайымыз, әкеміз Қайрат Кемаловтың жарысыз. Керей ханның жары болған қандай екен. Сол жайында айтып отырсаңыздар. Сіз де актрисасыз, ол кісі де актер. Бір үйде екі өнерпаз адам шай ішіп жүріп репетиция жасай бермейсіздер ме осы? Қайрат та қазіргі бүгінгі күнгі Жүргенов атындағы университет бар ғой. Жаңағы Қайрат та соны бітірген. Қайрат бітіргеннен кейін, Қайраттан кейін 4 жылдан кейін мен бітірдім. Екеуміз содан үйленіп, Жаңарқаның келіні болдым. Қайрат екеуміз үйленгенімізге міне уже 40 жыл болып қалды. Енді өмір бойы бірге істейміз ғой театрда. Өмір бойы бірге істейміз. Бірге істеген деген ол өте ыңғайлы, өте жақсы дүние. Өйткені екеуміздің де ұстаздарымыз. Менің де ұстазым сол Жүргеновтегі Атышулы ағамыз Шолпан Исабековна. Қайраттың да өзінің ұстазы Жүргеновтің Атышулы үлкен апайымыз. Сол кісілердің екеуінің бірдей тәрбиесі деген өте ерекше тәрбие. Сол кісілерден қаншама тәрбиелер алдық. Әсіресе Жәмиле Шашкина қандай? Жәмиле апай қандай керемет еді. Бәрі де керемет тұғын, бірінен бір өткен, бірінен бір өтетін жұлдыздар болатын. Қазір енді театрымызға бірыңғай жастар келіп жатыр. Жас жігіттер, жас қыздар келіп жатыр. Анау Астанадағы Шабытты бітіріп келіп жатыр. Алматыдағы Жүргеновті бітіріп келіп жатқан жас қыздар мен жігіттер көп. Өзіміздің мына Тәттімбет атындағы өнер колледжін бітірген қандай азаматтарымыз бен азаматшаларымыз бар театрда. Төбеміз көкке жетіп жүреді. Театрымыз деген биыл Алла жазса мінекей 90 жылдығы. Биыл 90 жылдық, енді алдағы уақытта 90 жылдығын жасаймыз. Арқа жарқа әңгіме дүкен алаңы деп атаймыз осы бағдарламамызды. Көрермендеріне, тұрақты көрермендеріне жақсы бір тілектеріңіз болсын. Театрымның атынан, театрымдағы үлкен азаматтар, жас азаматтар, үлкен актрисалар, жас актерлар, актрисалардың жалпы өзімнің Сәкен Сейфуллин атындағы қазақ драма, академиялық қазақ драма театрының атынан бүкіл қазақ әйелдеріне, қазақ қыздарына жалпы бүгінгі 8 наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Құтты болсын. 8 мартты жылда қабылдай берсін. Үлкен жасы келген үлкен адамдардың өзі 100 жасқа дейін аман ғұмыр берсін. Иә, енді 8 наурыз әйелдер күні деп айтып келе жатырмыз ғой бұрыннан оны. Сол Совет үкіметі кезінде де оны тойлағанбыз, бұрын да тойлағанбыз, енді қазір де тойлап келе жатырмыз, әйелдің орны бөлек қой. Сондықтан да осы бүгін күннің өзі жарқырап шығып тұр. Сол енді бәрлеріңізді де, өзіңізді де бүгінгі наурыз мерекесімен құттықтаймын. Біздің әйел қауымдардың бәрін құттықтап, енді мынау
айтады ғой, көктемнің әрбір күні жылға азық деп. Осы күніміздің өзі өзімізге бір азық болсын, көңілімізге азық, жылымызға азық болсын. Жақсы бір әңгіме болды, жақсы бір бағдарлама болды. Келгендеріңізге рахмет. Көктемдей жайнап, гүлдей жайнап, шалқып тасып жүре беріңіздер. Сіздер осы Қарағандының беткі ұстар аналарсыздар. Сіздер осы Қарағандының беделді азаматшаларсыздар. Сондықтан жақсылықта, қызықта, қуанышта жолығайық деп. Камераны сөндірейік, сосын ары қарай асықпай отырып шай ішейік.